Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді сэндвич печеньелерін дайындайтын боламыз. Бұл аргентиналық тәттілердің бірі екен. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Себебі қамырының өзі ерекше үлпілдеп тұрады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіз. Ол үшін ең әуелі ұнға крахмал және қопсытқышты салып араластырып аламыз. Құрғақ заттарды біздің печеньеміздің қамырына үлпілдек, өте ерекше бір дәм беретін бұл әрине крахмал. Сондықтан да осы крахмалмен ерекшеленеді. Енді жып-жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майға қант ұнтағын қосамыз және де миксерлейтін боламыз. Біздің майымыз міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмсақ сары май болу керек. Және қант ұнтағын қоссаңыз, печеньелеріңіз өте нәзік, әдемі, дәмді болып шығатын болады. Жан-жағына тұрып қалған майларды осылай қасықпен немесе лопаткамен түсіріп алып, қайтадан жақсылап майыңыздың түсі ағарғанша 2-3 минуттай миксерлеп алыңыз. Енді осы майыңыздың үстіне жұмыртқаның 2 сарысын қосамыз. Екеуін бірдей қосып жібермейміз, бір-бірден қосатын боламыз. Ұзақ араластырмаймыз. Шамамен бір 6-7 секундтай араластырып алсақ болады. Себебі ұзақ араластырып жіберсеңіз, майыңыз да еріп кетуі мүмкін. Енді сүт құямыз. Сүт бөлме температурасында болғаны дұрыс. Тағы да араластырамыз. Бұл жолы да өте қатты ұзақ араластырмаймыз. Барлығы жақсылап біркелкі болып араласқанша миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ең әуелі қасықпен араластырып алдым. Әрі қарай ұнның қалған бөлігін қосып, ұн болғанда жаңағы қопсытқышпен крахмал қосылған ұн ғой, біздің дайындап қойған. Енді әрі қарай қолыммен араластырып, өте жып-жұмсақ нәзік қамыр елеп шығамын. Тым қатты ұзақ елеп жібермеңіз, қамырыңыз қолыңызға жабысып еріп кететін болады. Егер қамырыңыз қолыңызға өте қатты жабысып жатса, бір жарты сағатқа не 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алсаңыз болады. Енді қамырыңызды дәл осындай видеодағыдай етіп, 2 пергамент қағазының ортасына салып, оқтаумен осылай жазып шығыңыз. Аса қатты күште қажет емес, себебі қамырымыз біздің нәзік, жып-жұмсақ, тез жайылады. Тым қатты жұқа қылып жайып жібермеңіз, себебі піскен кезде печеньелеріміз сынып кетуі мүмкін. Бірінші пергаментіміздің үстіңгі бетін алып аламыз, содан кейін екінші бетіне аударып, астыңғы бетін алатын боламыз. Енді осындай стақанмен, кез келген бір пішін беретін ыдыс не затпен осылай дөңгелетіп пішін беріп аламыз печеньелерімізге. Мен өте қатты үлкен болғанын қаламадым. Мендегі печеньелердің көлемі осылай орташа болып шықты. Печеньелеріңізге форма беріп алған соң, ақырындап осылай пергамент қағазы төселген противеньге салсаңыз болады. Артық қалған печеньелерді дәл жаңағындай етіп жазып, осылай пішін беріп алсаңыз болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Печеньелерді өте қатты қызартып жібермеңіз, жан-жағындағы қамырлар ғана қызарса болды. Енді арнайы кондитерлік қапшыққа салынған вареная сгущенкамызды дәл видеодағыдай печеньелерімізге жағып, екеуін біріктіреміз. Тым қатты қысып жібермеңіз, себебі печеньелеріміз сынып кетуі мүмкін. Жан-жағында сгущенкасы сәл шығып тұру керек. Видеодағыдай қазір кокос ұнтағы және орех ұнтағына салған кезде жан-жағына неғұрлым көп кокос ұнтағы мен орех жабысатындай болу керек. Мінекей осылай барлығын дайындап алған соң, кокос ұнтағы мен осындай орех ұнтағына саламыз. Маған әсіресе кокос ұнтағына салғандағы дәмі ұнады. Бірақ өзім аса қатты кокос ұнтағын ұнатпайтынмын, бірақ мына печеньелермен ерекше болып шықты. Мінекей осымен печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде әдемілік үшін бетіне еріп кетпейтін қант ұнтағын себіңіз. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады. Мінекей, сонда біздің осындай әп-әдемі печеньелеріміз дайын болып шыға келеді. Дәмі де өте ерекше. Тіпті қонақ шақырсаңыз да ұялмай осы печеньелерді дайындап дастарханыңызға қойып қонақтарыңызға ұсынсаңыз, барлығының көңілінен шығатыны сөзсіз. Ендеше видеоны ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің
Печеньелерimiz дайын, ас болсын.